1175 есебіміз бірінші көбейткішті 30%-ға арттырып, екінші көбейткішті 30%-ға кеміткенде көбейтінді қалай өзгерді дейді. Неше процентке өзгерді дейді. Бастапқы көбейткіштерді x көбейтілген y деп алайық. Яғни бірінші көбейткішіміз x, ол 30%-ға артты. Сонда 100% еді. Қосамыз 30%-ды. Сонда 130%-ға болған екен. Енді x-тің 130%-ы қаншаға тең болатынын табайық. Сонда x көбейтілген 130 бөлінген 100%. Ол бізде 1,3 x-ке тең болады. Енді екінші көбейткішіміз 30%-ға кемітті. Сонда бастапқыда ол 100% еді. Азайтамыз 30%-да. Ол тең болады 70%-ға. Енді y-тің 70% қанша болатынын табу керекпіз. Ол үшін y-ті көбейтеміз 70%-ға бөлеміз 100-ге. Нәтижесі тең болады 0,17 y. Енді екеуін көбейтіп алайық. Ана бірінші, ана екінші көбейткішіміз 1,13 x-ті көбейтеміз 0,17 y-ге. Тең болады нәтижесі 0,191 x y-ге. Енді бастапқыда ол екеуін көбейтіндісі бізде x y енді ғой, содан азайтып тастайық. X y-тен азайтамыз 0,191 x y-ті. Сонда ол 0,109 x y-ге тең. Енді қанша пайызға өзгерген білу үшін 0,109 x y-ті көбейтеміз 100%-ға. Оның нәтижесі сонда 9% болады екен. Сонда 9%-ға өзгерген екен. Немесе мына жерде x y-ті жазбай қойсақ та болады. Көбейту дейміз, сонымен 9%-ға кеміді деп. 1176 есебіміз заттың бағасы 760 теңге. Егер заттың бағасы 15%-ға қымбаттаса, оның қымбаттатылған бағасы неше теңге дейді. Бірінші, бастапқыда ол 100% болатын. 15%-ға қымбаттады. Қосамыз 15%-да. Ол 115%-ға тең болды. Енді 760 теңгелік зат 115%-ға қымбаттатылса, неше теңге болғанын білу үшін 760-ты көбейтеміз 115-ге бөлеміз 100%-ға. Тең 87.400 болады, көбейтсек бөлеміз 100-ге. Нәтижесі 874 теңге болады екен. Келесі, екіншісін шығарайық. Егер заттың бағасы 30%-ға арзандатылса, енді бағаны бастапқы бағамыз 100%, ол 30%-ға арзандатылды, сонда 70% болды. Енді 760 санының 70%-ын тапайық. Ол үшін 760-ты көбейтеміз 70-ге, бөлеміз 100%-ға. Тең 53.200 болады. 53.200 бөлінген 100 нәтижесі тең болады 532-ге. Яғни 30%-ға арзандатылғанда 532 теңгеге тең болады екен. Келесі 1177 есебіміз меншікті жылдамдығы 15,13 км/сағат катер, ағыс жылдамдығы 2,4 км/сағат өзен ағыспен 2 сағат жүрді дейді. Өзен ағыстағы жылдамдықты тауып алайық. Ол үшін 15,13 қосылған 2,4. Сонда жауабы 17,7 км/сағат болады. Енді осы жылдамдықпен ол 2 сағат жүрген екен. Сонда жүрілген жолды тауып аламыз, яғни S-ті 17,7
оннан жетіні көбейтеміз 2-ке. Оның нәтижесі тең болады 35,4 километрге. Енді бұл деп отқан жолымыз барлық жолдың 30%-ында екен. Енді бастапқы 100%-лық жолды табу керекпіз. Ол үшін 35,4-ті бөлеміз 30 санына көбейтеміз 100%-ға. Сонда 1,118 болады. Оны көбейтсек 100-ге, нәтижесі тең болады 118 километрге тең екен. Ара қашықтығы сонда 118 километрге тең. Ол бізде бұл нұсқасында. 1178 есебіміз матаның алғашқы бағасы 600 теңге. Матаның бағасы бірінші ретте 10%-ға, екінші ретте соңғы баға 20%-ға арзандатылды. 3 метр мата соңғы бағамен неше теңге тұрады деді. Бастапқыда 100% тұратын матамыз 10%-ға арзандатылды. Сонда 90% болады. 10%-ға арзандатылған мата қанша теңге тұратынын білу үшін 600-ді көбейтеміз 90-ға, бөлеміз 100-ге. Тең 54.000 болады, көбейтсек, бөлейік 100-ге. Сонда 540 теңге тұрады. Яғни 10% арзандатылған соң 540 теңге тұрады екен. Енді екінші ретте соңғы бағасы 20%-ға арзандатылды дейді. Яғни 100%-лық матамыз 20%-ға арзандатылса 80% болады. Енді 540 теңгенің 80%-ы қанша теңге тұратынын білу үшін 540-ты көбейтеміз 80-ге, бөлеміз 100%-ға. Сонда 43.200 бөлінген 100, нәтижесі тең болады 432. Яғни 432 тұрады екен. Енді 3 метр мата қанша теңге тұратын бұл үшін 432-ні көбейтеміз 3-ке. Нәтижесі тең болады 1296 теңге екен. Келесі 1179 есеп шығарайық. Автобус бірінші сағатта барлық жолдың 40%-ын жүргенде тағы жүруге тиісті 90 километр жол қалды. Барлық жолдың ұзындығы неше километр дейді. Бастапқыдағы жолды 100% деп аламыз да, одан 40%-ын алып тастаймыз. Ол тең болады 60%-ға. Яғни 60%-ы бізде 90 километрге тең болып тұр. Енді бастапқы 100% табу үшін 90-ды бөлеміз 60-ға, көбейтеміз 100-ге. Тең бөлсек 1,5 болады. Оны 100-ге көбейтетін болсақ, нәтижесі тең болады 150 километрге. Сонда барлығы 150 километр екен.